Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы seed фраза және адрес стандарттары. Бүгін біз осы тақырыпта seed фраза деген не, ол қалай жасалады, қандай негізгі стандарттар бар, BIP 39, 32 және 44 осыларды қарастырамыз. Жалпы seed фраза нені білдіреді? Егер сіз әмияныңыздан шығып кетіп, бірақ seed фраза қолыңызда қалса, сол арқылы әмиянға қол жетімділікті қалай қайта қалпына келтіруге болатынын үйренеміз. Біз ең алдымен бүгін қандай стандарттарды қарастыратынымызды түсініп алуымыз керек. BIP 39, яғни бұл биткоин improvement proposal. Бірақ ол тек биткоинға ғана емес, басқа да криптовалюталарға қолданылады. Сондай-ақ BIP 32 және BIP 44 стандарттарын да қарастырайық. Алдымен BIP 39 стандартынан бастайық. BIP 39 бұл seed фразаларды генерациялайтын стандарт. Яғни сізде жеке кілттің орнына 12 немесе 24 сөзден тұратын seed фраза болады. Егер сіз бұрын криптовалюталық әмиян ашып, жаңа адрес құрған болсаңыз, байқаған шығарсыз, сізге міндетті түрде 12 немесе 24 сөзден тұратын seed фраза беріледі. Ол қалай жұмыс істейді? Қысқаша айтсақ былай, алдымен жүйе кездейсоқ ақпарат ағынын энтропияны генерациялайды. Егер ол 128 бит болса, сіз 12 фраза аласыз. Егер ол 256 бит болса, сіз 24 фраза аласыз. Осы энтропияға қосымша тағы белгілі бір энтропия қосылады. Мысалы, 20, 10 немесе 56 бит. Нәтижесінде 24 сөзден тұратын seed фраза қалыптасады. Алдымен энтропия генерацияланады. Оған қосымша сол қосылады. Яғни белгілі бір мән. Содан кейін ол индекстерге бөлінеді. Яғни әрқайсысы 11 биттен тұратын топтарға жүктеледі. Онда 2048 сөз қамтылған арнайы сөздік бар. Мысалы, 256 бит энтропия алынады, ол 24 бөлікке бөлінеді. Әр бөлікке сол сөзден нақты бір сөз сәйкес келеді. Нәтижесінде сізде 24 сөз, яғни 24 фраза пайда болады. Бұл сөздер сіздің жабық кілтіңіз ретінде қызмет етеді. Яғни 256 немесе 128 бит көлемінде ақпараттық шу генерацияланады. Ол процессордың температурасынан және басқа да факторлардан алынған псевдо кездейсоқ мәндер. Оған сол қосылады, кейін ол топтарға бөлінеді. Әр топқа стандартты сөздіктен нақты бір сөз сәйкес келеді. Бұл сөздік BIP 39 стандарты бойынша алдын ала дайындалған. Міне, бұл BIP 39 стандартының жұмысы. Бұл стандарт бойынша біз энтропиядан, яғни белгілі бір кездейсоқ шудан 12 немесе 24 сөз аламыз. Бұл 39 стандарт. Ал 32 стандарт бойынша осы фразадан біз HD валет жасаймыз. HD валет иерархиялық детерминденген әмиян. Бұл қысқартуды ашып айтсақ, мағынасы мынандай. Сізде BIP 32 бар. Яғни сізде seed фраза бар. BIP 32 бұл стандарт, ол BIP 39-дың seed фразасын пайдаланып, соның негізінде көптеген әмиян жасайды. Алгоритмдер мен математикаға терең кірмей қояйық, тек түсініп алу үшін бұлай жұмыс істейді. BIP 39 бізге seed фраза береді. Сол seed фраза негізінде арнайы алгоритмдер арқылы master key, яғни негізгі кілт алынады.
master key, яғни басты кілт. Бұл жабық кілт. Осы master keyден көптеген әмиянды алуға болады. Ол құрылымы жағынан Меркл ағашына ұқсайды. Яғни қанша әмиян болса, 1000, 10 000 немесе миллион әмиян болсын, олардың барлығының өз адресі болады. Бірақ олар жеке-жеке әмиян болып қала береді. Ал егер мастер кілтті білсеңіз, кез келген қосымша әмияннан ақша шешіп ала аласыз. Сондықтан бұл HD Wallet иерархиялық детерминтенген әмиян деп аталады. Неге иерархиялық детерминтенген деп аталады? Себебі белгілі бір алгоритмдер бойынша ол әрқашан бірдей нәтиже береді. Мысалы, егер біз мұнда кіріс ретінде бірді берсек, ол белгілі бір хэш үшін әрқашан шартты түрде 2 деп қайтарады. Яғни біз әрқашан бірді берсек, шығыста хэштау сияқты әрқашан белгілі бір тұрақты мәнді аламыз. Яғни шартты түрде айтқанда, бұл жай ғана таза функция болмайды. Біз қандай да бір сөзді енгізсек, шығыста белгілі бір нәтиже аламыз. Бір дегендей. Мысалы, hello сөзін енгізсек, біз әрдайым бірді аламыз. Яғни біз hello'ды қайта-қайта енгізсек, нәтиже әрқашан бір болады. Бұл анықталған, яғни детерминді алгоритм нақты бекітілген. Сіз бірақ барлық алгоритм осындай емес пе деп сұрауыңыз мүмкін. Жоқ, олай емес. Барлық функциялар мұндай бола бермейді. Бұл түсінік функционалды бағдарламалаудан алынған. Мысалы, уақыт функциясын алайық. Егер сіз оған қандайды бір дерек енгізсеңіз де, ол ылғи әртүрлі уақытты көрсетеді. Өйткені уақыт тоқтамайды. Сондықтан ол детерминді болып саналмайды. Сондықтан түсіну үшін айтайын, BIP32 емес, дәлірек айтсақ, BIP39 энтропияны генерациялауға жауап береді. Яғни 12 немесе 24 сөзден тұратын seed фраза. BIP39 seed фраз генерациялауға жауапты стандарт. Ол энтропияны, яғни белгілі бір кездейсоқ шуды алады. Сол энтропияның негізінде seed фраза жасалады. Ал BIP32 осы seed фраза негізінде белгілі бір алгоритм арқылы мастер кілтті, яғни жабық кілтті генерациялайды. Мастер кілт неге мастер деп аталады? Өйткені дәл осы мастер кілттің негізінде біз иерархиялық түрде миллиондаған кілттерді шығара аламыз. Және бір ғана мастер кілтті білген жағдайда кез келген әмиянға қол жеткізуге іс жүзінде оған толық рұқсат алуға болады. Бұл BIP32 жайында. Енді соңғы адрес стандарты қалды. Ол BIP44. BIP44 бұл негізінен BIP32-ге негізделген стандарт. Ол да HD әмияндарды қолданады. Яғни бір мастер әмияннан көптеген қосымша әмияндарды құруға болады. Бірақ бір маңызды айырмашылығы бар. Ол тек биткоинге емес, мульти әмияндарға арналған. Яғни Ethereum, Solana, Cardano және тағы басқа блокчейндерге де қолданылады. Бұл қалай жүзеге асады? Қазір біз соңғы стандартты BIP44-ті қарастыруымыз керек. BIP44 негізінен BIP32-ге өте ұқсас. Сондай қолда иерархиялық HD Wallet, бірақ айырмашылығы мульти-әмияндарға арналған. Яғни бір ғана желіге емес, мысалы Solanaға да қолданылады. Сіз бір әмиян ішінде Solana'да, Cardano'да, Ethereum'да және тағы басқа. Бұл қалай жұмыс істейді? Онда арнайы директориялар бар. Сол арқылы кілттер бөлініп, жүйеленіп сақталады. M44 және мұнда 00. Осылай жазайық. 00. Бұл нені білдіреді? Біріншісі монетаның түрі. Яғни биткоин немесе Solana. Әдетте ол санмен көрсетіледі. Мысалы, Solanaның саны 501. Қателеспесем. Монета түрі биткоин. Solana сияқты атпен және санмен анықталады. Solana үшін 501. Яғни бірінші бөлік монетаның түрі. Екінші бөлік аккаунт. Қандай аккаунт? Бірінші аккаунт, екінші аккаунт деген сияқты. Яғни аккаунт ішінде бірнеше түрлі шот болуы мүмкін. Бұл банктегі жағдайға ұқсайды. Депозит ашқанда бірнеше әртүрлі депозиттік шоттарыңыз болуы мүмкін. Сол сияқты бір аккаунттың ішінде әртүрлі шоттарды жасауға болады. Банктік жүйеге ұқсатып айтсақ, әмиянда бірнеше аккаунт болады.
Ал әр аккаунтта бірнеше түрлі шот болуы мүмкін. Әрине, бұл шоттар бір блокчейн желісінің ішінде болады. Мысалы, Solana желісінде 5 шот. Биткоин үшін 5 аккаунт ашуға болады. Тағы сол сияқты. Мұнда айтылып тұрған Solana ма, биткоин ба, қайсысы? Мұнда аккаунттың нөмірі көрсетіледі. 1, 2, 3, яғни Solana желісіндегі сіздің аккаунтыңыз қандай. Келесі чанг деген өріс. Ол негізінен 0 немесе 1 болады. 0 немесе 1 аударымдарға арналған. Көбіне стейкингке немесе комиссияға арналады. Әдетте, егер біз Solana сияқты желдерді алсақ, биткоин, лайткоин секілді биткоинға ұқсас емес болса, онда бұл өріс көбіне өзгермейді. Әрқашан 0 болып қалады. Ал соңғысы сіздің адресіңіздің индексі. Мысалы, 1, 2, 3, яғни белгілі бір желідегі белгілі бір аккаунттағы төлемдер үшін қанша адрес бар екені. Ол 5, 10, тіпті миллиондаған адрес болуы мүмкін. Міне, адрес бойынша бөлу осылай жасалады. Айта кету керек, BIP32-де шамамен осындай болу жүйесін қолданады. Бірақ ол бір ғана желіге қатысты. Қорытындылай келгенде, BIP39 энтропиядан seed фраза жасайды. BIP32 сол seed фразадан HD wallet жасайды. BIP44 сол HD wallet-тен түрлі желдерге арналған мультиамиандар құрады. Бұл осындай директориялық құрылым арқылы жүзеге асады. Яғни, егер сіз мысалы DEX амиан немесе орталықтандырылған амиан жасап жатсаңыз, айырмашылығы жоқ. Қайсысы болса да, сіз үлкен ықтималдылықпен осы стандарттардың бірін қолданасыз. Тіпті оларды біріктіріп қолдануға тура келеді. DEX амианды көбіне тек BIP39 қолданылады. Егер сіз биржалық амиан, орталықтандырылған әртүрлі биржалардағыдай жасасаңыз, онда үлкен ықтималдық бойынша BIP44 пайдаланылады. Дегенмен қазіргі таңда DEX амиандардың да көбі мультивалюталық болып келеді. Бұл нені білдіреді? BIP44 әрқашан BIP39 және BIP32 мен бірге қолданылады. Өйткені олар бір-бірімен тығыз байланысты. Қорытындылай айтқанда, BIP39 seed фразаларды жасайды. BIP32 осы seed фразалар негізінде иерархиялық детерминді амианды HD wallet құрады. Ал BIP44 осы амианның негізінде мультиамиандарды жасайды. Яғни әртүрлі валюталарға арналған. Ертеме кешпе сіздер DEX амиандар немесе орталықтандырылған биржа амиандарын жасайсыздар. Сол себепті сіздер үлкен ықтималдылықпен иерархиялық детерминді амиандарды қолданасыздар. Бұл мысалы орталықтандырылған биржалардан бір seed фразадан немесе DEX жағдайында да сол бір seed фразадан бір мастер кілт жасалады. Сол мастер кілттің негізінде шын мәнінде түрлі амиандар, Solana, биткоин және тағы басқасы жасалады. Seed фразалардың қауіпсіздігіне келетін болсақ, қауіпсіздік бұл өте осал тұс. Бірақ әр кез мынандай кеңес беріледі. Егер сіз seed фразаға қол жетімділікті жоғалтсаңыз, ол сіздің жабық кілтіңізді жоғалтқаныңызбен бірдей. Яғни амианыңызды қайта қалпына келтіре алмайсыз. Егер сіздің seed фразаңыз сақталған болса, оны ешбір электронды құрылғыға жазбаған жөн. Ең дұрысы қағазға жазып қою. Мысалы, егер сіз амианнан шығып кетсеңіз, қолданбаны өшіріп алсаңыз, компьютеріңіз немесе браузеріңіз өшірілсе, бәрібір сіз амианыңызды әрқашан қайта қалпына келтіре аласыз. Қай жерде болсаңыз да, осы seed фразалар арқылы амианды қайтадан ашуға болады. Seed фразаны енгізсеңіз, және осы стандарттар бойынша жүйе сізге амианыңызды толық әрі бүтін күйінде қалпына келтіріп береді. Мына маңызды нәрсені түсіну керек. Блокчейн амиандары қалай жұмыс істейді деген. Олар детерминді, яғни анықталған белгілі бір ережеге негізделген бір артықшылығын айтайын. Мен жас кезімде биткоинмен алғаш танысқанымда, ең бірінші мені таңғалдырғаны дәл қазір сіздерге айтып отырған жағдай еді. Мысалы, мен өз компьютерімде интернетке мүлдем қосылмай-ақ жаңа амианды генерациялай аламын. Бұл детерминді жүйенің ерекшелігі. Айталық, мен Solana амиан құрып, шыққан seed фразаларды қағазға жазып қоям, сосын оның ашық кілтін, яғни адресін бір жерге, мысалы, жазбаларға сақтап қоям. Интернетке қосылмай-ақ кейін сол адресімді басқа біреуге, мысалы, досыма бере аламын. Яғни мен интернетсіз-ақ адрес жасадым.
Ол адресімді берсем, мысалы досым немесе кез келген адам сол адресті пайдаланып маған қаражат жібере алады. Бұл жерде сөз саланы жайында болса, кез келген адам сол адреске ақша сала алады. Енді ең қызығы, мен әмиянды жасаған кезде интернетке мүлде шықпасам да қаражат менің адресіме түседі. Кейін әмиянымды ашқан кезде сол қаражатты өз балансымнан көре аламын. Бұл нені білдіреді? Ақша әмиянда сақталмайды. Өйткені бұл детерминді алдын ала анықталған генерация, яғни адрес саны белгілі бір ережемен бекітілген. Қарапайым тілмен айтсақ, ақша әмиянда тұрмайды. Әмиян дегеніміз тек жабық кілтті басқарушы құрал. Ол ашық және жабық кілттерді сақтайды. Әмиянды жасағанда біз жай ғана жаңа адрес шығарамыз. Бірақ оның ішінде ешқандай ақша болмайды. Шын мәнінде барлық криптовалюта, мейлі ол Solana болсын, биткоин болсын, блокчейннің өзінде сақталады. Ал әмияндағы жабық кілтің мен адресің бұл жай ғана сенің жеке қолтаңбаң. Яғни блокчейндегі өз қаражатыңа иелік ету құқығын беретін құрал. Сондықтан қаражат Solana немесе биткоин желісінің бағдарламасында сақталады. Әмиян тек оған қол жеткізетін кілт қана. Яғни екі өте маңызды сәт бар. Неліктен бұлай болады? Сіз интернетке қоспай-ақ жаңа адрес жасай аласыз. Кейін оны достарыңызға бересіз. Олар сізге қаражат жібере алады. Ал сіз интернетке қосылып әмияныңызға кіргенде сол қаражатты көресіз. Бірінші маңызды сәт бұл детерминді адрес генерациясы. Яғни адрес жасау белгілі бір эллиптикалық қисықтың бекітілген мәніне негізделеді. Сол себепті коллизия, яғни біреудің сізбен бірде адрес жасап шығару ықтималдылығы шамамен нөлге тең. Сондықтан сіздің адресіңізді қайталау мүлде мүмкін емес жағдай. Бұл біріншісі. Екіншісі, әмиянның ішінде криптовалюта сақталмайды. Әмиян тек қана жеке кілттердің менеджері. Ол сіздің жеке кілтіңізді сақтайды. Ал бұл кілт сізге өз криптовалюталарыңызды жұмсауға құқық береді. Криптовалюталардың өзі блокчейннің өзінде сақталады. Яғни Solana-да, биткоинде және басқа желілерде. Бәрін тағы бір рет қорытындылайтын болсақ, BIP39 сид фразаларды жасайды. BIP32 сол сид фразалардың негізінде иерархиялық мастер кілт жасайды. Яғни иерархиялық детерминді әмияндар. BIP44, BIP32 негізінде мульти әмиян жасайды. Яғни әртүрлі желдер үшін. Әмиян криптовалютаны сақтамайды. Ол тек қана жеке кілттердің менеджері. Яғни белгілі бір құпия сөз менеджері сияқты. Ол сізге белгілі бір блокчейнде криптовалютаны жұмсау құқығын береді. Міне мұның бар негіз осы. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Solana Super Time Қазақстан әлеуметтік желілеріне жазылыңыздар. Кездескенше қош сау болыңыздар.